Сәлем қыздар, бүгін сіздермен дәмді ыстық тағам түрін жасап көреміз. Кей жерлерде биф строганов, кейбір жерлерде мясо с грибами деп жатады. Ал енді ингредиенттеріне көшейік. Менде тауық еті осындай соломка қылып турап алдым, және де саңырауқұлақ осындай формада турап аласыздар, және де пияз полукольца қылып тураймыз. Қызған майымызға етімізді салып жақсылап қуырып аламыз, суы тартылғанша. Суы тартылғаннан кейін етімізге саңырауқұлағымызбен пиязымызды салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Тұзбен қара бұрышты себуді ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап араластырып, тағы да қуырамыз. Пиязымыз, саңырауқұлағымыз сәл жұмсарғаннан кейін осы жерге сметанамызды қосамыз. Егер сметана қою болатын болса, менікі секілді, онда аз ғана су қосасыздар. Ал егерде сметананың проценті шамамен 10-15% сметана болса, онда су қоспай, тек сол сметананың өзімен жасасаңыздар да болады. Отымыздың астын басып, жарты сағатқа бұқтырамыз. Міне қыздар, біздің ыстық тағамымыз дайын. Гарнирді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді, тойымды ас.